Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен орамжапырақтың сіз білмейтін 10 қасиеті туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Күнделікті тұрмыста жиі пайдаланатын көкөністердің қасиеттері мен пайдасы туралы баршамыз жақсы білеміз. Дегенмен, орамжапырақ құрамында 90%-ға су және жасынық, кальций, магний, темір, фосфор және К, С дәрумендерінің көп бөлігі мен В1, В2, В3, Д дәрумендерінің аздаған бөлігі бар екенін көбі біле бермейді. Сондай-ақ бүйрекке, қан айналымына, қалқанша безіне аса қажет амин қышқылдары көп екенін айта кету керек. Ал орамжапырақтың басқа да қандай пайдалы қасиеттері бар екеніне нақты тоқтала кетсек. Бірінші, ісіну. Ісіп тұрған жерге орамжапырақты орап қойсаңыз, бір түнде ісік басылып қалады. Екінші, қалқанша без. Қалқанша безге орамжапырақтың пайдасы өте көп. Тек емдік қана емес, сонымен қатар профилактикалық жағдайда түні бойы жапырақтарын тамағыңызға орап қойсаңыз, жақсы әсер береді. Үшінші, бас ауруы. Сонымен қатар орамжапырақтың ауруды басатын қасиеті бар екенін көбі біле бермейді. Ауырып тұрған жеріңізге жапырақтарын бассаңыз, ауырғаны басылады. Төртінші, емізу. Баланы емізген кезде омырауыңыздың ұштары жарылып кеткен жағдайда кеудешенің ішіне жапырақтарын салып қоюға болады. Бесінші, детокс. Ақбас орамжапырақтың адам ағзасын тазартуға да көптеген пайдасы бар екенін көбі біле бермейді. Бір уақыт күнделікті тағамға қосып пайдалансаңыз, ағзаңыз сізге рахмет айтады. Алтыншы, сұлулық. Орамжапырақтағы сульфур микроэлементінің арқасында сіздің шашыңыз бен теріңіздің сұлулығы бір қалыпты болады. Сондықтан күнделікті тағам рационына орамжапырақтан дайындалған салатты қоссаңыз болады. Жетінші, қатерлі ісік. Ғалымдардың зерттеулеріне сүйенсек, күнделікті орамжапырақты тұтынған адамдар қатерлі ісік дертіне неғұрлым аз шалдығады. Сегізінші, қан қысымы. Орамжапырақтың құрамындағы калий ағзаның қан тамырларын тазартып, қан айналымын қалыпқа келтіреді. Тоғызыншы, арықтау. Диетологтардың айтуынша, орамжапырақ артық салмақтан арылғысы келген арулар үшін таптырмас жәрдемші. Оныншы, тісті ағарту. Тісті ағартуда тек ас содасы ғана емес, орамжапырақтың да пайдасы бар екен. Бар керегі, оны жиі жеп тұру керек дейді зерттеушілер. Көкөністің ішіндегі ең пайдалысы, әрі арзаны, жыл 12 ай тағамға қосуға болатын түрі бұл орамжапырақ. Жапон ғалымдарының айтуынша, орамжапырақтың бойында К дәрумені көп мөлшерде болатын көрінеді. К дәрумені қан түйіршіктерінің қызметін күшейтеді, яғни жарақат алғанда қан тоқтатуға, жараның тез жазылуына әсер етеді дейді ғалымдар. Табиғатта орамжапырақтың түрі көп, әр елде әр түрлі, бірақ бәрінің қасиеті бір. Әсіресе жасыл шөпке ұқсас түрі пайдалырақ деседі. Көздің көруін жақсартып, иммунитетті күшейтеді. Достар, бүгінгі сіздерге дайындаған орамжапырақтың 10 қасиет атты пайдалы ақпаратым ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.